Ұлымның үйленуіне бір апта қалғанда. Ақиқатты білдім, абайсыз айтылғанда. Немесе жай ғана меңзеп өткен сөзді емес. Мен оны кездейсоқ ашылған хаттан көрдім. Келінімнің шешесі жазған электронды хаттан. Ол балаларды қарай алады. Негізгі салтанатқа қатыспай-ақ қойсын. Бәрімізге де ыңғайлырақ болар. Ол деген мен едім, күйеу баланың анасы. Жесір әйел, ұлын жалғыз өсірген ана. Күйеуімнің бейіті әлі дымқыл топырақ боп жатқанда. Мен күндіз жүзігімді саттым. Түнде тігіс тігумен саусақтарымды жараладым. Тек ұлым қарызсыз оқу бітірсін деп. Ал олардың жоспары менің ең бақытты күнімді ұятсыз бұрышқа тығып қою екен. Мен ас үйде отырдым, экранда хат жанып тұр. Бірақ жылаған жоқпын. Жоқ, көз жасым баяғыда кепкен. Тұрақсыз айлықпен бітпейтін қарыздар. Жүрегімді бұрыннан тасқа айналдырған. Бұл сатқынды көз жасқа лайық емес еді. Ол дәлдікке лайық еді. Мен алғаш келінімді көрген сәт есімде. Шашы мінсіз, қол алысуы салқын. Мен оған әр мүмкіндік бердім. Үйімді аштым, сыйластық таныттым. Ал ол маған тек мұздай күлкімен. Ұлымды менен алыстататын әдет сыйлады. Өзімді жұбаттым, жас қой, уақытша шығар дедім. Аналар солай ғой, ұлдарының бақыты үшін өздерін алдайды. Бірақ өтірік қараңғыда шірейді. Мені сындырған бір сәт емес еді. Ұсақ-ұсақ мысқылдар, ұмытылған қоңыраулар. Ұлымның енді түс туралы сұрамауы. Фотоларға жараспайсыз деген сөз. Және соңында сол хат. Бұл соңғы шегі еді. Мен ұлыма барып айғайлап сұрап жалынуға да болар еді. Бірақ жалыну әлсіздердің ісі. Ал менің күшім бар еді, тек олар күткен түрдегі емес. Мен ақымақ кейіп таныттым. Киім сынағында күлдім, дайындықта бас изедім. Қолымнан келгенше көмектесем дедім. Сол уақытта мен ақшаны үнсіз, заңды түрде, әдемі тәсілмен жылжыттым. Себебі тойды мақтанып жүрген келіннің ата-анасы емес. Мен төлеп жатқанмын. Күйеуім қалдырған сақтандыру төлемін алдын ала шештім. Мейрамхана, музыканттар мен аспаздарға жарнаның жартысы. Менің атыммен, менің қолтаңбаммен, менің есеп шотымнан кеткен. Олар байқамады. Өйткені ешкім өздері менсінбеген адамды байқағысы келмейді. Той қарсаңындағы түні мен өз көйлегімді жинадым. Олар таңдаған бозғылт, елеусіз көйлек емес. Күйеуім көздеріңді шыныдай өткір етеді деген. Жасыл жібек көйлекті. Оны мұқият бүктеп шкафқа қойдым. Чемоданды бос қалдырдым. Өйткені мен бармайтын едім. Таң атты. Мен кофе ішіп отырдым. Ас үйім тыныш, ал алыста дүрбелең басталды. Түсте телефон шыр етті, ұлым хабарласып тұр. Анашым, қайдасыз? Бізді сапқа тұрғызды, балалар жылап жатыр. Мен жай ғана күлдім. Суық, темір дәмі бар күлкі. Мені күтпеңдер дедім. Дастарханды да күтпеңдер. Сосын тұтқаны қойдым. Себебі сол күні таңғы 9-да. Мен аспаздарға, мейрамханаға, топқа қоңырау шалғамын. Келісім шарт бойынша бәрін тоқтатып, ақшаны өз есеп шотыма қайтартып қойғанмын. Барлық жеткізуші мені тапсырыс беруші. Мені төлдеуші деп білетін. Менсіз тойда жоқ еді. Аш жоқ, ән жоқ, күлкі жоқ. Тек сәнді киінген қонақтар, солып қалған гүлдер. Және келіннің шешесінің абыржыған үні ғана. Сол сәтті елестетемін. Алғашқы сыбырлар баяу тарай бастайды. Содан соң жиілейді. Қонақтар сағаттарына қарайды, ашты қысады. Ал ұлымның жүзіне бір шындық баяу жетеді. Оның анасы бұрышта емес. Оның анасы еш жерде жоқ. Оның анасы кетіп қалған. Сен менің ауырғанымды білгің келе ме? Әрине, ауырда. Әр ана сол бір би туралы, сол сурет, сол мақтаныш сәті жайлы армандайды. Бірақ ауырсынудың да дәмі бар, мен оны өмір бойы жұтып келемін. Бірақ бұл басқа еді. Бұл бостандықтың дәмі еді. Мен енді қызметші емеспін. Балаларды қараушы да емеспін. Олардың мұқият ұйымдастырған сахнасындағы көлеңкелі кейіпкер емеспін.
Мен олар күтпеген дауыл едім. Кешке ол тағы қоңырау шалды. Бұл жолы ашу емес, үнсіздік естілді, жаралы, бос үнсіздік. Мен дерлік жауап бердім. Дерлік айтқым келді. Ақшаны өз атымдағы шотқа аударғанда өзіме не айтқанымды. Бірақ айтпадым. Себебі сабақ үнсіздіктен жақсы жадыда қалады. Енді біреу ұлыңның тойына бардың ба деп сұраса, мен жай ғана жымиып қоямын. Жоқ деймін, бірақ сол күнді есте сақтадым. Менің күнтізбемде ол күн той күні емес. Ол күн мені елемеудің тоқтаған күні. Ол күн бұрыштағы үнсіз әйелдің бүкіл сахнаны бұзып тастаған күні.